Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Менің есімім Бакотова Жара Еркіновна, 110 мектеп гимназиясының бастауыш пәні мұғалімімін. Менің авторлық бағдарламам 3 сынып қазақ тілі сабақтарында оқушылардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру деп аталады. Келесі. Бүгінгі таңда жаппай экологиялық білім мен тәрбие беру мемлекеттік деңгейде қойылып отыр. Экологиялық білім мен тәрбие беруді негіздейтін құжаттар мен заңдар қабылданып жатыр. Экологиялық жағдайлардың бәріне талдау жасау, оның зардабынан сақтану, шаралар қолдану, қоғамдық пікір туғызу үшін көпшіліктің білімі мен тәрбиесін, мәдениетін көтеру керек. Сол себептен көпшілікке үздіксіз экологиялық білім беруді жүйелі түрде жүргізу қажет. Тақырыбының өзектілігі: қазіргі қоғамдағы экологиялық мәселелердің шығуы мен табиғатқа немқұрайлы көзқарастың артуы экологиялық білім мен тәрбиенің маңыздылығын айқындайды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес мектептерде экологиялық білімді жүйелі енгізу өскелең ұрпақтың табиғатты аялауға, қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарауға тәрбиелеудің маңызды шарты болып табылады. Мақсатымыз 3 сынып оқушыларының экологиялық мәдениетін қазақ тілі сабақтары арқылы дамыту, табиғатты қорғау мен қоршаған ортаға жауапкершілікті қалыптастыру. Міндетіміз оқушыларға табиғат пен қоршаған ортаға қатысты сөздік қорын байыту, экологиялық әдеп дағдыларын дамыту, табиғатты сүюге, оның байлығын қорғауға баулу. Тапсырмалар арқылы экологиялық сана мен жауапкершілікті дамыту. Менің сізге көрсетейін деп жатқан жаңағы жинағым экологиялық мәдениетті қалыптастыруға арналған жинақ. Жинақтың ішінде әртүрлі жасанды интеллект арқылы қолданылатын ойындардың түрі көрсетілген. Мынау мысалға интерактивті әдістер қолданылған қазақ тілі сабақтарында сыныпты 2 немесе 3-4 топтарға бөліп, барлығына бірдей бір тапсырма береміз. Әр топты бөлек-бөлек тапсырмаларды беруге ұсынамыз. Осылайша сабақты қызықты, танымдық етіп өткізуге болады. Келесі ойынымыз жанды табиғат туралы не білетінімді еске түсіремін бөлімі кезінде өткізуге болады. Тақтаға құстардың суреті ілінеді, топтар сол құстар жайлы кестені толтырады. Қызыл кітапта бар құстарға қызыл жіпті іледі. Келесі сабағымыз жапырақтар. Оқушылардың қолына жұрнақта жазылған себеттер беріледі. Тақтада ілінген ағашта түбір сөз жазылып тұрады. Оқушылар тиісті жұрнақты қойып, сол сөздің мағынасын түсіндіреді. Табиғатқа қандай пайда әкелетінін айтады. Сіздердің алдыларыңызда мына жерде QR көрсетіліп тұр. Бұл ойын электронды ресурс Learning Apps платформасы арқылы жасалды. Оқушылар сөздерді тиісті ұяшыққа орналастырады. Мына жерде біз 1001 мақал, оқушыларға табиғатқа байланысты сөздерді ауыстырылып, мақал мәтелдер беріледі. Әуен қосылғанда бастап біткенде мақалды құрастыруды тоқтату керек. Қай топ дұрыс әрі жылдам мақал құрастырады, сол жеңіске жетеді. Сондай-ақ міне джунгли ойынымыз, бұның мазмұны оқушылардың қызығушылығын арттыруға бағытталған. Джунглида мекендейтін жануарлар мен өсімдіктерді табады, джунглидің не екенін айтып сипаттайды, джунгли болмаған жағдайда табиғатта қандай өзгерістер болатынын болжайды. Келесі ойынымыз ойлан тап сайысы. Осы QR арқылы кірсек, әр сұрақтар бойынша жаңағы тест сұрақтарына жауап бересіздер. Жорға бөлімінде жағдаят: Абзал бақ ішінде келе жатқанда теректің бұтақтарын сындырып отырған топ балаларды көріп тұрып қалады. Абзал не істеді деп ойлайсың? Абзал қандай бала? Бұтақ сындыратын балалар қандай екен? Деген сияқты сұрақтар қою арқылы балалардан жауаптарын аламыз. Келесі ойынымыз тапсырма, жаңағы осы видео арқылы видеоны біз сөйлете аламыз. Оқушылардың ойлау, сөз тіркестері арқылы жаңа мақал таба білу қабілетін дамыта аламыз. Сәлеметсіздер ме, балалар? Мен ағаштым. Назик апай, бері қарап жүрсің. Егер мен болмасам, ауа да болмайды. Құстар мен жануарлар да өмір сүре алмайды. Сондықтан менің сындырмаңдар, жапырағымды жұлмаңдар, мені қорғаңдар. Мен сендер үшін өмір сүріп тұрмын. Ал сендер мені аялап өсірсеңдер, табиғаттан қуанады.
осындай жасанды интеллекттер арқылы әртүрлі тапсырмаларды балаларға қызықтыру үшін өткізуге болады. Қорытындылай келе, қазақ тілі сабағы арқылы оқушы тек тілдік білім алып қана қоймай, ойын анық жеткізуді, тыңдауды, сауатты жазуды үйренеді. Сонымен қатар, оқулықтағы тапсырмалар мен әдіс тәсілдер оқушылардың шығармашылық қабілетін, ойлау және сөйлеу мәдениетін дамытуға мүмкіндік береді. Сіздерге тыңдағандарыңызға рахмет. Пайдалы болады деген ойдамыз.